Зағип жігітке ғашық болған қыз. Авторы Ақнапат Айтуова. Мен қонаққа бұл үйге әке-шешеммен еріп келгенмін. Әуелгіде ата-аналарымыздың ойын түсінбеппін де. Сөйтсем олар өзара келісіп, өсіп қалған балаларын таныссын, аралассын, мүмкін бірін-бірі ұнатқандар болса, осы сыйластығымыз, достығымыз әрі қарай құдалыққа жалғасар деген тілектері болған екен. Ата-ана ретінде олардың бұл әрекеттері өздеріне дұрыс шығар, бірақ әрқайсысы ұл қызын ертіп келетінін бір ауыз болса да маған айтқандарында ол жаққа бармай қоятын едім. Мүмкін менің осы мінезімді білген соң айтпаған шығар. Қысқасы, мен ата-анама ренжімеймін, олар бәрібір мені қырсық деп есептейді. Ал менің жар таңдауда өз ойлаған түйгенім бар. Ол жігіт ең бірінші көргеннен бастап соңына дейін сыпайы, нық, салмақты, сенімді, ақылды және әп-әдемі сымбатты, кең иықты, ұзын бойлы болу керек. Жігіттер кездесуге шақырады әрине, бірақ түрі әп-әдем болғанмен мінезі жеңіл, мақтаншақ, өзін ғана еститін, немесе біреуінің бойы кіп-кішкентай тапал, немесе мінезі әлі де бала сияқты деп жиырылып қалатын едім. Менің жасым 26-да, ал осы уақытқа дейін өзіме жігіт таппағаным, немесе бірде-бір жігіт мені жар болуға шақырмаған үшін әке-шешем мені қатты уайымдайтын сияқты. Анасы әкесіне ренжитін. Сен осы қызды еркек бала сияқты тәрбиеледің. Спорттың неше түрлісіне тасып, тіптен ұрда жық қылып, қоян қолтық ұрыс төбелес дедің ба? Немене оған дейін тасыдың ау? Одан да сол биге барып жүре беру керек еді. Әкесінің бұлай жасайтында өз себебі бар. Анасы осы нәркезден кейін перзент көтере алмай біраз жүрді. Енді келесі баладан үмітін үзгендей болғанда, арада 13 жыл салып барып, бірінен кейін бірі екі ұл дүниеге келді. Ұлдар дүниеге келіп өсем дегенше, әкесі нәркезді көзінің қарашығындай қарағаны былай тұрсын, ер бала сияқты мықты болу керексің, өзіңді қорғап жүру керексің, шыдамды бол, жеңіліп қалсаң орныңнан тұр да келесі кезеңге дайын боп тұр, қиындыққа мойыма деп өжеттендіріп үйретіп қойған еді. Сабақты да жақсы оқыды. Сабақ демекші, білімі де ешкімнен кем емес. Университеттің тамақтану технологиясы кафедрасын, одан кейін магистратурасын бітірген. Енді осы салада жұмыс жасайды. Ал бүгін сенбіде бұлар келген үйдің егесі үлкен, кең үйде тұрады екен. Залда үлкендер өздері мол дастархан жасап, өте көңілді отырды. Өйтпегендеше, жастайынан келе жатқан жора жолдастар барлығы тойлары мен думандарынан бір-бірінен қалмайды. Бірге іспен де шұғылданатындар бар. Кейбіреулері бала кезден сыныптас, дос, кейбірі қызметтес. Не керек, бірін-бірі өте жақсы араласатын 8 жұп. Арасында үлкен балдарын үйлендіріп немерелі болып үлгерген. Ал енді нәркездің анасы Ақзере мен әкесі Сағдат осы тұла бойы тұңғышының тұрмысқа шығып, өз елін тапқанын қалап жүр. Содан бір жиында үлкендер өздері отырып, осындай жоспар құрып, жастарды, яғни әрқайсысы өздерінің үлкен ұл қыздарын осы кешке бірге алып келген екен. Үлкендер жағының отырысы қыза түсті. Ал бұларға бата беріп дастарханды ашып берді де, өздерің танысып емін еркін жастар бөлек отыра беріңдер деп қалдырып кеткен. Бас аяғы 12 жас қыздар мен жігіттер екенбіз. Біразы менен кіші сияқты ма қалай деп үнсіз жан-жағына қарап қойды. Біреулерін сырттай болса да шырамытып таниды екен. Бұрынырақта бала кезінде үйлерінде ата-аналарымен келіп жүретін. Ана отырған жігіт машинасымен ылғи әке-шешесін тасиды. Жүзіне қарай қалғаны сол еді. Сәлем Наркез, мен ерзатпын ғой. Осы жердің үлкені екеуміз-ау. Мен жігіт болғандықтан осы отырысты өз қолыма алайын. Бірінші бір-бірімізбен танысып алайық, сосын әрі қарай жақсы отырыс болады деп ойлаймын, деді. Бәріміз аты жөнімізді, кімнің баласы екенімізді айтып өттік. Шынымды айтсам, 2-3 болмаса олардың есімдерін сол мезетте ұмытып қалдым. Таныстықтан кейін де бір-бірімізбен онша сөйлесе қоймадық. Біреулері ұялы телефон шұқылап кетті. Енді біреулері таныс болса керек, өзара сыбырласып, шүйіркелесіп, сусын ішіп, жайбарақат отырды. Осы кезде үй иесінің әйелі Марфуға тәте кіріп келді. Ой, пырмой, мыналардың отырысына тіптен үнсіздік орнап тұр ғой. Ай, мына жақта үлкендер қалай шулап жатыр, қараңдар. Ал сендер жап-жас болып алып, әркім өзімен өзі ең болмаса дұрыстап тамақта жеп отырған жоқсыңдар ғой. Мына тамақта неге алып жемейсіңдер? Ай, мыналарда, я. Не керек, ана жақта отырған көкелеріміз келіп, бұларға асаба жалдап берейік, ортаны қыздырып жүргізіп берсін. Сол дұрыс деп, екі ортада біздің отырыстың қамын ойлап кетті. Біз әрі-бері ыңғайсызданып едік. 10-15 минуттың ішінде қасында әншісі бар, сөйлегенде мақалдап, мақамдап айтатын бір жігітті де алдыра қойды.
Арасында барып әншісі екеуі үлкендерге де көңілін көтеріп ән шырқап кетеді. Дегенмен отырыстың сәні мен жаны кіріп қалғандай, әлде алдындағы үнсіздіктен құтқарды ма? Сәлден соң ойын ойналып, сыйлықтар алып, енді ғана бір-бірімізбен ашылып сөйлесе бастадық. Екінші залда отырған жастарға жан бітіпті деп, арасында мойнын созып қарап жүрген ата-аналарымыз да мәз. Өзі бір қызық отырыс болды. Папа-мамамыз жанымызда жүрген деді бір қыз. Ерзат деген тағы да сөзге араласты. Олардың өйткені жоспары қызық болып тұр ғой. Маған қызығы, олардың армандары орындалып, біздің арамыздан неше жұп шығады екен деді. Жаймен ғана жанымда отырған қыз. Неше жұп шыққан нес, не айтып отыр деп ойлап болғанымша, Ерзат сөйлей жөнелді. Мен осы кезде осы арадан бір қызды ұнатып отырмын. Сөйтті де маған қарап. Наркес, екеуміз жақсы жұп болатын сияқтымыз. Сенің жаныңа барып отырсам болады ма? Менің қасымда отырған екі қыз сылқылдап күліп жіберді. Олар екеуі бір үйдің қыз екен. Мен ештеме түсініп болар емеспін. Сен не деп отырсың, қайдағы жұп, қайдағы жоспар, өзіңмен өзің не армандап отырсың деп алая қарап едім. Әлгі жігітте жүзі қатайып сала берді. Дым білмегендей немене мұрныңды шүйіріп отырсың? Сендей асау қыздардың талайын көргенмін. Шамалы өзіңше боласың да басыласың ғой деп қояды. Мен де қалыспадым. Не асау деп, бірге шауып барып жарысайын деп едің дедім. Ол да қарап тұрмады. Мына үлкендердің жоспарымен емес, көшеде өзіңді кездестірсем, танымайтын біреу болып кездессең, сенмен басқаша сөйлесер едім. Жігіттің көкірек мінезінің өктемдігіне Нәркес шыдамай кетті. Алды да алдындағы бокалдың ішіндегі суды әлгі жігіттің бетіне шашып жіберді. Жан-жағымыздағылар, қойыңдар ей, бұларың не, ұят болады, керіспей отырайық деп ақылға келтіргендей тағы бірдемелерді айтып жатты. Мен әрі қарай шыдай алмай, орнымнан тұрдым да бұл бөлмеден тез шығып кетуге тырыстым. Далаға шығып, таза ауа жұтқым келді. Оның үстіне жаңағы жігіт сымаққа ашуым келіп, тістеніп бараттым. Кеш түсіп, сыртта әжептәуір қараңғылық түсіп қалыпты. Енді басталып келе жатқан күздің қыркүйегі жылы лебін соғып тұрды. Есік алды биік фонарлармен жап-жарық. Жазғы сәкіге қарай бұрыла бере тоқтап қалдым. Сәкіде жалғыз, өзі басын сәл жоғары көтеріп бір жігіт отырды. Ол менің аяғым тықырын естіді ме? Таза ауа жұтқыңыз келді ма? Біздің үйге келген қонақтардың бірі боларсыз. Әйтеуір қыз бала екеніңізді байқап отырмын деді. Қыз жаққа әлі толығымен бұрылып қараған жоқ, тек сәл мойнын маған қарай бұрып сөйлеп отыр. Қыз оған жақындап барды. Осы кезде ол басын төмен қаратып, "Мында орын бар, отырыңыз" деді. Мен жаққа қарай енді басын көтеріп қарағанда білдім. Тура көзіме қарамағанмен тұрған орнымды дәл байқап тұр. Зағип жігіт екен. Мен сияқты адамды бұрын көрмеп едіңіз. Қыз ештеңе айта алмай абдырап қалды. Сосын тез есін жинап алып, "Жоға, бәрі жақсы. Сіз осы үйде тұрасыз ба?" деппін. "Иә, мен осы үйдің баласымын. Есімім Ермұрат" деді. "Ал менің есімім Нәркес." Нәркес әдемі есім екен. Нәркес, көп сөйлемейтін сияқтысыз ғой. Менен қысылмай-ақ қой. Менің көзімнің жанары кеткеніне 20 жыл болған. Өзімнің халіме үйреніп қалғанмын. Ал сіз сөзге онша жоқ сияқтысыз деді маған қарап. Мен болсам, "Қайдағы? Сол сөйлеп қалғанның арқасында жаңа дастархан басында бір жігітпен ұрысып қалдым. Оған сөйлеп шығып кеттім." Екеуі бірдей күліп жіберді. "Ермұрат, сіз біздің үйге келген қонақсыз ғой, өзіңізді жайлы сезіну керексіз. Негізі іште жақсы отырыс болып жатыр, бәрі көңілді сияқты. Дегенмен мен мұндай шуларды ұната қоймаймын. Далаға шығып кеткенім де сол еді." Мен оның жүзіне енді ғана көзімді тоқтатып қарадым. Қасы қалың, қырмұрынды, жанары жоқ болса да, көзі үлкендеу, оны сәл қысыңқырап қадалып қарағандай болады. Бір орында отырғанмен бойы да ұзын екені білініп тұр, иықты екен деп ойлап болғаным сол еді. Жігіт, "Маған қарап болдың ба?" деді жымиып. "Оны қайдан біліп қойдыңыз?" деп қысылып қалғаным. Мен жан-жағымды өзімше сезініп түсінуге үйреніп қалғанмын ғой. Егер ішке әзір кіргің келмесе, сыртқа жүріп қайтайық. Көшенің соңында каналдың екі жағы аллея. Әрі қарай білетін шығарсың, паркке жалғасады. "Я, жүрсек жүріп қайтайық" деп қуанып кетіп едім. Осы кезде іштен Ерзат атып шықты. "Нәркес, мен сені үйден іздеп жүрсем, далаға шығып кетіпсің ғой. Ашуың басылды ма? Жүр, ішке кірейік" деді. Ермұрат та орнынан тұрып жатқан еді. Олар бірін-бірі таниды екен. "Ермұрат, сен келдің ба? Бағана әкең тренажер залына кетті" деп еді. Екеуі амандасты. Ерзатты көріп қайтадан жиырылып қалдым. Айтқан сөздер үшін кешірім сұрап, шамалы болса да ілтипаты болмағаны, тіптен мені 40 жылдан бері танитындай ыржалақтап, басымнан аяғыма дейін қарап қойды да, "Ішке кірмейсің ба?" деді. "Жоқ, біз сыртқа жүріп қайтамыз. Ермұрат, жүреміз ба?" дедім. Ол да, "Иә, кеттік, біз ұзақ жүрмейміз" деп маған қолын созды.
Ерзат біздің соңымыздан тиісе сөйледі. Мыналарды қарай көр, қашан бір-біріңе жабысып үлгіріп қалғансыңдар, деді мазақ қылғандай. Мен орнымда қалшиып, енді оған қарай бұрылайын деп едім. Ермұрат жаймен қолтықтап орнымнан қозғап әкетті. Ол үндемеді. Мен де онымен бірге қақпаны ашып, үлкен көшеге қарай шығып кеттім. Екеуміз жолдың аллеялар жанындағы отырышқа келгенше біраз әңгімелестік. Ермұрат көзі көретін менен де көп кітап оқыған сияқты. Небір классикаларды оқығаны білініп тұр. Кейбір ол айтқан жазушыларды мен тіптен танымаппын да, танысам да шығармаларын бұрын білмеппін. Оның жанында келе жатып қысылайын дедім. Табиғат құбылыстары, адамзаттың жаратылысы, бәрін оқып та, бізден артық сезініп те, түйсініп те үлгірген сияқты. Өзін ұстауы, байсалдылығы, асып саспай көркем сөйлеуі жоғары деңгейде дер едім. Көзім зағип демейді, көзі көрмесе де көкірегі ояу, көңілі сайрап тұр. Нәркес үндемей көбінесе Ермұратты тыңдады. Енді үйге қайтайық, философиямды айтып сені шаршатып жіберген жоқпын ба, деп күлді. Жоқ, сені тыңдаған маған ұнап келе жатыр, дедім. Қайтар жолда әңгіме арасында Нәркес жігіттің жолдағы жүрісін, қадамдарын бақылап, көзінің қиығымен қарап келе жатты. Күнде жүретін жолау бір сүрінуді немесе қисық жүріп жолдан шығып кетуі байқалмады. Аяғын асықпай нық басып келеді. Нәркес жігіттің өзіне сенімділігін байқағысы келіп, сен неге бағана бізбен бірге дастарханда отырмай, өз үйің болса да бөлектеніп жүрдің, деп сұрады. Ермұрат ойланбастан, мен кіріп отыра берер едім. Келген қонақтар маған қарап өздерін ыңғайсыз сезінбесін дегенмін. Маған негізі кешке жүргеннен таңертеңгі тап-таза саф ауада жүрген көбірек ұнайды. Осы жерге келсең, өзіңмен өзің емін еркін жүресің, далада жаттығу жасайсың, кең тыныс ала аласың. Сен де келіп тұрсаң болады бұл жерге. Осылайша үлкен қақпаға келіп те қалдық. Үйдегілер дастарханнан тұрып, далаға бой жазуға шыққан-ау, көпшілігі аулада жүр. Біз қақпадан кірген бойда анам мені шақырып алды. Маған, неғып жүрсің жеті түнде көшеде? Жұрттың баласының бәрі үйде отыр. Әкең маған сөйлеп алды. Ал Ерзатпен Қарадай жүріп неге ұрысып жүрсің? Тым жақсы бала, әке шешесі қандай керемет. Мам, қойыңызшы, сіздерге керемет шығар, ал маған осы ше? Ал мені неменеге осы жерге ертіп келдіңіздер? Даусым қатты шықса керек. Біраз кісілер біз жаққа бұрылып қарап қалып, мен үйге қайтқым келді. Әкеме айтыңызшы, қайтайық. Болмаса таксиге отырып өзім кете берейін. Сөйтті де Ермұрат жаққа қарап, біз қайтамыз, сау болыңдар, деп иығынан саусағының ұшымен жайлап қағып өтті. Жастар жағы да шуласып қоштасты. Мұны таксимен өзін жүргізсін ба, рұқсат сұрап, үй иелеріне рахметтерін жаудырып, ата-анасымен бірге үйге қайтып кетті. Әкесі тымырайып есіктің алдына жеткенше ештеме айтпады. Анасы да жұрттың балдарын біреуін мақтап, біреуін сынап, әр нәрсені айтып келе жатыр. Машинадан түскен бойда Нәркес үйге кіріп кетті. Әкесі анасын тоқтатып алып, не боп кетті өзі? Біздің қыз Жалғастың соқыр ұлымен сыртта жүріп келді ма? Ол арнайы мектептерді білім алды, шетелдерде емделіп жүрді. Жақын арада көзіне ота жасайды. Бірақ нәтижесі қандай болатыны белгісіз, деп айтып еді әкесі. Жай таза ауа жұтып жүріп қайтқан болар, қайдағын ойламайық. Ол баланы біз аяғанда не? Құдай аясын. Бірақ біздің қызымыз неге оған қайта-қайта қарай берді? Бағана байқадың ба? Анасы да. Ай, мен қайдан білейін? Ондай зағип жанды күнде көріп жүрген жоқ, аяған шығар ол да. Бірақ Нәркезде оянған сезім аяушылық емес еді. Ол өзі бұл сезімнің неге бұлайша толғандырып, жүрегін лүпілдетіп соққызып жатқанына біресе қобалжи қорқып, бірде шаттана жымиып отырды. Осыдан кейін таңертең ол Ермұрат жүретін баққа қарай аяғын қалай басып жетіп барғанын сезбей де қалды. Ермұрат та қыздың келгеніне шын қуанып қалды. Арада күндер салып, бұлар кездесіп жүрді. Екеуі де бір-біріне сезімдерін білдірмесе де, сөзсіз көңілдері қалайтын еді. Анасына өз сырын, шет жағасын айта қойып еді. Мұны естігенде түптен үйден айқай шықты. Сен өзің жан-жағыңа қандай талап қоятын едің? Әсіресе жігіттерді қатты сынап мінейтіне. Енді не? Сенің көзіңде көрсоқыр боп қалды ма? Кіммен кездесіп жүргенді білесің бе? Ол соқыр. Ота жасайды, бірақ одан үміті бар ма, жоқ па? Бір Құдай біледі. Болды, осы жерден тоқтат. Өмір бойы мүгедек жанмен өміріңді өткізейін деп пе едің? Мама, неге түсінбейсіз? Ол көзі жайнап, жан-жағын көре алатындардан жақсы түсінеді бәрін. Туа бітті зағип емес қой. Оқыс жағдайдан болған. Неге бұлай дейсіз? Сіз оның адамдығын неге көрмейсіз? Ол басқаша. Я, басқаша. Өйткені ол соқыр. Бүгіннен бастап оның қасына баратын болсаң, мен сені қызым демеймін. Онда демей-ақ қой, деп мен де далаға атып шыққаным сол еді. Ермұрат әкесі екеуі аулада тұр екен.
Біздің үйдегі айқай шуымызды естіп тоқтап қалған сияқты. Қатты ұялғанымнан сіздер неғып жүрсіздер деппін. Мамам да оларды көріп ыңғайсызданып қалды. Қайткенмен де әкеміздің аралас-құралас досы ғой. Олар біздің жаңағы ұрыс керісімізді естімей қалса ғой деп қыпылықтап тұрмын. Әйтеуір әңгімені Ермұраттың әкесі бастады. Кешіріңдер, мазаларыңды алсақ, хабарласпай, ескертусіз келіп қалдық. Бірақ бізді көз институтына ота жасауға келісілген уақыттан ерте шақыртып жатыр. Портал күтіп жүредік қой. Кешке рейспен ұшып кетеміз. Балам өздеріңізбен қоштасып кеткісі келіп еді деді. Осы кезде түскі асқа әкем де үйге кеп қалды. Ол қояр да қоймай Ермұраттың әкесін үйге кіргізді. Ал бұл екеуі далада қалып қойды. Нәркес Ермұраттың қолынан ұстай алды. Кешірші мені, мамам екеуміз сәл сөзге кеп қалдық. Келгенің жақсы болды. Не де болса саған айтарым. Отадан қандай жағдайда шықсаң да, мен сені күтемін және сенің қасыңда болам. Мен шынымды айтсам, сені жақсы көріп қалдым. Ермұрат алға жылжи бере. Тоқта, сен қазір қатты қобалжып тұрсың. Негізі, мен саған жігіт ретінде осы сөздерді айтқым келген, бірақ аузым бармады. Өзімді саған лайық көрмедім. Іштей от болып жүредім. Сенің шынайылығыңа сенемін. Мен ол жақта біраз уақыт болам. Маған сәттілік тілеп жүрсең болғаны. Сенің тілеуіңе мұқтажбын. Жігіт тағы да қорықпастан өз ойын айтты. Ол осы зағиптық үшін көп нәрсеге мұқтаж болса да, бәрін табандылықпен жеңіп келе жатыр еді. Енді махаббатының шынайы болған үшін бақытты сезінді. Ермұрат үйге кіріп, үлкендермен қоштасты. Әкесі де қосарлана шығып қайтып кетті. Арада 2 апта өтіп, олар үйлеріне оралды. Бірақ көз жанары толық дұрысталмады. Ол жан-жағын бұлдырлатып, бейнелер, көп түстер араласқан сияқты көретін еді. Енді міне, тағы да жарты жыл салып, 2-ші рет ота жасауға барып, толық қанды емін алып келді. Бұл жолы Нәркес пен Ермұраттың ата-аналары оларды аэропорттан күтіп алды. Ермұрат көзіне көзілдірік киіп алыпты. Өзіне жарасып ақ тұр. Ол бірінші рет сүйіктісінің жүзін көрді. Барлығы амандасып, құшақтасып болған соң, Ермұрат Нәркеске қарап: "Сен қандай ғажайып сұлу едің. Табиғат барлық әдемілікті саған жиып төгіп беріпті ғой" деді. Олардың алдында бақытты өмір күтіп тұрғанына екеуі де сенімді еді. Осымен әңгімеміз тамам. Аудио әңгіме ұнаған болса, лайк басып каналға тіркеліп қойыңыздар.